Ассаляму алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Аузыңызда дәмі қалып қоятын, өте дәмді қазіргі хит болған Милка десертінің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты қосып, масса 2 есеге ұлғайғанша миксермен араластырамыз. Ыстық сүтті қосып, бірден миксермен араластырамыз. Одан кейін сұйық май қосамыз. Миксермен тағы да бір араластырып аламыз. Миксердің венчигі керек болады. Ұнға електен өткізілген какао ұнтағы, қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды 2 бөліп қосамыз. Жартысын қосып, венчикпен ақырын массаны басып алмай араластырамыз. Қалған бөлігін қосамыз, венчикпен ақырын араластырамыз, астыдан үстіге қарай. Пештің листіне пергамент қағазын төсейміз. Қамырды құйып, 170 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минут пісіріп аламыз. Піскен піспегенін міндетті түрде шпажкамен тексереміз. Сотейникке сүтті құйып, отқа қойып, буы шыққанша қатты ыстып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Қантқа жүгері крахмалын қосып, венчикпен біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын құямыз. Сарысын қосып, венчикпен біркелкі болғанша араластырамыз. Қатты ыстып алған сүттен кішкене құямыз. Венчикпен бірден жақсылап араластырамыз. Біркелкі болғаннан кейін қайтадан сүтке құямыз. Венчикпен жақсылап араластырып, отқа қоямыз. Активно, белсенді венчикпен үзбей араластырып тұрамыз. Міне, басында қоюланбайды, сосын бірден қоюланып кетеді. Осындай қоюлықта болу керек. Сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін целлофанмен немесе пищевая пленкамен вконтакт бетін жабамыз. Вконтакт дегеніміз бетіне жабыстырып жабамыз. Суытамыз толық. Бисквитті әбден суытып алғаннан кейін осай үгітіп, трайфлға арналған ыдысымызға саламыз. Үстінен жақсылап басын қыраймыз. Осылай барлығына салып, дайындап аламыз. Сливкиді өлшейміз. Миксермен қоюланғанша соғамыз. Көп соғып жерге болмайды. Сливкеміз іріп кетеді. Сондықтан артынан кішкене ғана узор қалдырған кезде араластыруды доғарамыз.
Міне осындай масса болады. Жаңағы әбден суыған заварной кремді қосып, венчикпен араластырамыз. Мен жай ғана бір рет миксермен араластырам деп ойладым. Кішкене іртіп жібердім. Кондитерлік қалташаға кремді құйып, осай сығамыз. Қалаған жидектеріңізді турап үстіне сепсеңіздер болады. Кремнің үстіне себуге болады, немесе бисквитке сеуіп алып, одан кейін кремді құйсаңыздар болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Барлығына кремді жеткізіп құйып шығамыз. Дайын болған соң мұздатқышқа, яғни морозильникке 30 минутқа салып қоямыз. Ганашын дайындаймыз. Шоколадқа сливкиді құйып, микроволновкада немесе водяная баняда ертіп, жақсап араластырамыз. Осындай жылтыр, тегіс ганаш шығады. Мұздатқыштан трайфлдарды алып, үстіне осы ганашты құямыз. Ыстықтай құюға болмайды. Қол тигізетіндей болу керек. Ыстықтай құйып жүрмеңіздер. Барлығына жеткізіп құйып, қасықпен тегістейміз. Немесе палеткамен тегістеуге болады. Енді қалауларыңызша әрлейсіздер. Әрлеуіне құлпынай, таңқурай деген сияқты жидектерді қолдансаңыздар, трайфлдарыңыз өте қымбат, әрі тәбетті ашарлықтай болып көрінеді. Үстіне какао сепсеңіздер, кішкене ғана какао сепсеңіздер, дәмі одан әрі тамаша болып шығады. Мен сублимированный малинаны қолдандым әрлеуіне, ол міндетті емес. Әрлеу өз қалауларыңызша. Міндетті түрде жасап көріңіздер, енді дәміне сөз жоқ. Өте керемет. Сіздермен болған Канапина Балжан. Löпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.